Өте пайдалы табиғи қара өрік шырынын жасаймыз. Тап-таза болып жуылған өрікті қақ жарып, осылай сүйегінен ажыратып аламыз. Тазалап алған қара өрікті өлшейміз. Менде бұл жерде 6 келі 500 қара өрік шықты. 1 литр және 300 мл су құйып, қайнағанға жеткіземіз. Мінекей осылай араластырып тұрамыз. Және мынандай болып көбік шыға бастағаннан бастап 5 минут қайнатамыз. Кейін батырмалы блендермен езіп алып, оны сүзгіштен өткіземіз. Қара өріктің сыртындағы жұп-жұқа пленкасы бір қайнағанда жұмсарып кетеді. Осындай ғана қалдық шығады. Сүзгіден өткізілген шырынымызды қайтадан қазанға құйып, 1 келі 300 грамм шекерді салып, жақсылап араластырып, тағы да 3-5 минут қайнатып аламыз. Дайын болған қара өрік шырынын алдын ала стерилденген банкаларға толтыра құйып, жаба береміз. Қара өрік шырынның пайдасы жөнінде төменде жазып өтемін. Міндетті түрде оқып таныса отырсаңыздар болады. Дайын болған банкаларды төңкеріп, жылылап, орап қоямыз. Көп қабатты үйде тұрғандықтан орынды көп алмау үшін осылай қою етіп жабамын. Тұтынар кезде бірге бір міндетті түрде су араластырамыз. Мінекей қоюлық осындай болады. Фильтрдің суына бірге бір араластырған күннің өзінде қоюлығын байқаған шығарсыздар. Мінекей. Қара өріктің тәтті және қышқыл дәмі өзінше бір ерекше. Лайк басып достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыз.